أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hazret Yazid bin Sabit Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Yazid bin Sabit radiyallahu anhu Бадр соғысына қатысқан сахабалардың бірі. Ол Хазраж тайпасының Бану Малик бин Наджар руынан шыққан. Оның әкесінің аты Сәбит бин Захақ болса, анасының есімі Науа бинт Малик. Хазреті Язид бин Сәбит Хазреті Зайд бин Сәбиттің ағасы. Хазреті Язид бин Сәбит Дәбие бин Сәбитке үйленген еді. Ол Бадр және Ухуд соғыстарына қатысқан деген риуаят бар. Ол Хазреті Абу Бакрдың радиаллаху анху халифалығы кезінде болған Ямам шайқасында шахид болды. Тағы бір риуаятта ол Ямам шайқасында жебе тиіп, жараланып, қайтар жолда көз жұмған делінеді. Хазреті Язид бин Сәбиттің сөзі: бірде мен басқа сахабалармен Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам жанында болған едім. Біздің қасымыздан қайтыс болған адамның денесін алып бара жатты. Сол уақытта Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам өз орнынан тұрды және сол көрсеткен үлгіні сахабалар да қайталады. Барлығымыз мәйітті жанымыздан ұзатып алып кеткенше тік тұрдық, дейді. Бұл оқиға басқа да риуаяттардан толықтай жеткен. Хазреті Язид бин Сәбиттің сөзі: бірде мен өзге сахабалармен Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам жанында болған едім. Жанымыздан қайтыс болған адамның денесін алып бара жатты. Оны көрген Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам дереу орнынан тездетіп тұрып, сахабалар да оның жасағанын қайталады. Біз мәйітті жанымыздан ұзатып алып кеткенше қарап тұрдық. Аллах тағаламен ант етейін, Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам орнынан орын жетпей, немесе басқа да бір себептермен тұрған жоқ. Меніңше бұл яхудилерден болған ер немесе әйел адамның мәйіті. Бірақ біз ол туралы сұрамадық, дейді. Бұл риуаяттар тарихи деректерден алынған. Ал келесі риуаят Сунан Насаи кітабынан алынды. Хазреті Язид бин Сәбиттің риуаяты: бірде біз Аллах елшісімен саллаллаху алейхи уассалам жолда болған кезде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам жаңа бір қабірді көрді. Ол бұл кімнің қабірі деп сұрады. Оған бұл пәленше деген рудың түгенше деген күңінің қабірі деп жауап берген кезде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам ол кісіні есіне түсірді. Сахабалар ол тал түсте қайтыс болды, ал сол уақытта Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам демалып жатты, деді.
Сахабалар Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам демалып жатқандықтан мазаламай қояйық деп हमने आपको इस वजह से шештік деп ақталды. कि आप आराम कर रहे हैं इस पर Аллах елшісі болса саллаллаху алейхи уассалам қабірдің жанына тұрып еді, артынан сахабалар да сапқа тұрды. कहीं यानी उस Ол жаназа намазын оқызы. आपने सब बनवा के Намаз кезінде ол 4 рет Аллаху акбар сөзін айтты. Намаздан кейін ол मैं तुम्हारे दिन араларыңда мен тірі тұрған кезде से फौत हो міндетті түрде біреу қайтыс болса маған айтыңдар. Өйткені менің намазым ол адамға мейірім болады деді. ये रिवायत मुस्लिम Бұл оқиға Муслим, Сунан Абу Дауд және Ибн Маджа кітаптарында толықтай риуаят етіліп айтылады. इस तरह तफसीर में बयान हुआ है Хазіреті Зайдтің ағасы Хазіреті Язид бин Сәбиттің риуаяты. कि हम नबी Біз Аллах елшісімен саллаллаху алейхи уассалам бірге сапарға аттанып бара жатып, तो वहाँ एक नई कब्र Жаннатул Бақи қабіріне жеткен кезде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам कहते हैं жаңа бір қабірді көрді. जान लिया Оған бұл пәленше деген әйелдікі деген кезде ол кісі оны есіне түсірді. आप रोजे से भी थे Өз серіктеріне қарап, किया маған бұл туралы хабарды неге айтпадыңдар деді. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Олар, түс кезінде сіз демалып жаттыңыз, әрі сіз ораза болғандықтан мазаламай-ақ қояйық деп шештік деді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам болса, मैं तुम्हारे दरमियान हूँ мен білмейтін, яғни мен айтпаған нәрсені жасамаңдар. मेरी दुआ Араларында мен тірі тұрған кезде міндетті түрде біреу қайтыс болса маған айтыңдар. Өйткені менің намазым ол адамға мейірім болады деді. आपने इस पर 4 तकबीरें पढ़ी Осыдан кейін Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам सही ол әйелдің қабірінің жанына тұрды. Ал сахабалар болса артынан сапқа тұрды да жаназа намазын оқып 4 рет Аллаху акбар сөзін айтты дейді. Сахих Бухари кітабында Хазіреті Абу Хурайраның радиаллаху анху риуаяты. Бір қара нәсілді әйел адам әрқашан пайғамбардың мешітінде тазалық жұмыстарын жасайтын. Күндердің бірі ол қайтыс болып, бірнеше күн өткен кезде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам ол әйел туралы сұрай бастады. लोगों ने बताया कि वो फौत हो Адамдар оған оның қайтыс болғаны туралы айтты. Сол кезде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам олардан, бұл туралы маған неге айтпадыңдар деп сұрады. उस औरत की कब्र पर तशरीफ Кейін ол саллаллаху алейхи уассалам маған оның қабірін көрсетіңдер деді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оның қабірінің жанына тұрып, оның жаназа намазын оқыды. कि ये सियाफत फाम Сунан Ибн Маджа хадистерінің тәпсірі болып табылатын Аджазул Хаджа кітабының авторы былай деп жазады. इब्न मंदा ने इसका नाम Ол қара нәсілді әйел болатын. और साहब Имам Байхаки оның есімін Умми Махнджан деп жеткізген. Ал Ибн Мунда оның атын Харка деп жеткізіп, оны Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам сахабасы деп санайды. अभी का जिक्र है Оның есімі Харка ал-Куньясы Умми Махнджан болуы әбден мүмкін. इला खजरज के खान Сондықтан бұл екі есім де дұрыс деп саналады. हज़रत मुअव्विज़ के Келесі сахабаның есімі बिन जमू Хазіреті Муавиз бин Амар бин Джамух радиаллаху анху. Ол ансарлық сахабалардың қатарынан еді. अपने दो भाइयों Ол Хазраж тайпасынан тараған Бану Джашим руынан еді. ग़ज़वा Оның әкесінің есімі Амар бин Джамух болса, анасының есімі Хинд бин Амар. Ол өзінің екі бауыры Хазіреті Муаз және Хазіреті Халатпен бірге Бадыр соғысына қатысты. उनके लंगड़ा Сонымен қатар ол Ухуд соғысына да қатысқан болатын. Хазіреті Муавиз бин Амардың әкесі Хазіреті Амар бин Джамух аяғынан ақсағандықтан ұлдары оны Бадыр соғысына қатысуға жібермей қойды. Бұл туралы мен өткен хутбаларымның бірінде айтқан болатынмын. बेटों से कहा Қазір мен бұл туралы қысқаша тоқталып өтейін. लेकिन अब मैं जरूर जाऊंगा Хазіреті Амар मुझे रोक नहीं सकते бин Джамух Ухуд соғысының алдында ұлдарына қарап, तो जंग сендер мені Бадыр соғысына қатысуға жібермей қойған едіңдер.
लेकिन ал енді сендер мені Ухуд соғысына қатысуыма кедергі бола алмайсыңдар деді. हाजिर हुए Оның ұлдарының оған या रसूलुल्लाह сізге соғысудың қажеті жоқ, сіздің денсаулығыңыз жарамайды деген сөздерін тыңдамастан, ол Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалам келді де: «Я Аллах елшісі, रसूलुल्लाह менің ұлдарым аяғымның ауырғанына байланысты соғысуыма қарсы, бірақ мен сізбен бірге осы джихадқа қатысуды қатты қалаймын» деді. नहीं है Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам болса: «Сіз туралы айтар болсам, Аллах тағала сізді अमर बिन जमू ने अपना бұл соғыстан जंग का босатқан, сондықтан джихадқа қатысу сізге міндетті емес деп жауап берді. मुझे शहादत Алайда оның джихадқа қатысуға деген құлшынысының кереметтігін көріп, оған рұқсат берді. और फिर हकीकतन Осылайша Хазіреті Амар бин Джамух қаруын алып соғысқа аттанды. उनकी शहादत के बाद उनकी बीवी Ол: «Я Аллах, маған шахидтік өлімді нәсіп ет, әрі мені भी और उनका жеңілген күйде отбасыма қайтара көрме» деген сөздермен дұға қылып жалбарынды. Аллах тағала оның дұғасын қабыл етіп, ол шахидтік өлімге ие болды. अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Оның өлімінен кейін жұбайы Хазірет Хинд оның कब्जा कुदरत में मेरी және өзінің бауыры Хазірет Абдулла мен Амардың денелерін көлікке салып алып келді. Олар бір қабірге жерленді. फिर अगले जिन साहब Кейінірек Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам: «Жаным қолында тұрған жаратушымен ант етейін, мен Хазіреті Джамухты жәннатта аяғынан ақсап тұрғанын көрдім» деді. के कबीला खजरज के खानदान बनू Келесі сахабаның есімі Хазіреті Бишр бин Бара मुताबिक बनू सलमा से था радиаллаху анху. मुख्तलिफ बयान की जाती रवायत Ол Хазраж тайпасының бір тармағы болып табылатын Бану Убайд бин Ади руынан шыққан еді. वालदा का नाम Тағы бір риуаятта оны Бану Сальма руынан деп көрсеткен. हजरत बिशर के वाले Оның әкесінің есімі Хазіреті Бара бин Мағрур, ал анасының есімі Халида бинт Қайс. Хазіреті Бара бин Мағрур 12 көсемнің бірі болған. वहाँ के नकीब थे Оны Бану Сальма руының басшысы етіп тағайындады. Хазіреті Бара Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам Мәдинаға хижра жасауынан бір ай бұрын жолда қайтыс болды. मदीना तशरीफ लाए Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Мәдинаға келген кезде оның қабіріне барып жаназа намазын оқыды. Сол намазда Аллаху акбар сөзін 4 рет айтты. कहते अकबर सानिया में शामिल हुए और Хазіреті Бишр өз әкесімен бірге रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु Әл-Ақаба Әс-Сәния деп аталатын баят беру салтанатына қатысты. अलैहि वसल्लम ने Хазіреті Бишр бин Бара Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам ең таңдаулы садақшыларының бірі болатын. खाद कायम फरमाया Мәдинаға хижра жасағаннан кейін Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам мұхаджирлік Хазірет Уақид бин Абдулланы Хазіреті Бишрмен бауырластырды. Хазіреті Бишр Аллах елшісімен саллаллаху алейхи уассалам бірге Бадр, Ухуд соғыстарына, Ор соғысы, Худайбия және Хайбардағы соғыстардың барлығына қатысты. सलमा लिखा है Хазіреті Абдурахман бин Абдулла риуаят етеді. उन्होंने कहा Бірде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Бану Назла руына, басқа бір деректе Бану Сальма руына қарап: ज्यादा मालदार «Ей адамдар, сендердің көсемдерің кім?» деп сұрады. Олар: «Біздің көсеміміз Джад бин Қайс» деп жауап берді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам болса: «Неліктен оны көсеміміз деп санайсыңдар?» дегенде, पसंद नहीं олар: «Ол бізге қарағанда дәулетті, сондықтан біз оны көсеміміз деп санаймыз. Бірақ ол өте сараң адам, сол үшін де оны ұнатпаймыз» деді. वो तुम्हारा सरदार नहीं है Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам: «Сараңдықтан жаман қандай дерт болуы мүмкін?» деді. Олар: «Я Аллах елшісі, олай болса бізге көсем болуға кімнің лайық екенін өзіңіз айтыңыз» деді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам: «Сендердің көсемдерің болуға ең лайықты адам Бишр бин Бара бин Мағрур» деп жауап берді. फरमाया तुम्हारा Бұл сол
сөз етіліп отырған сахаба. घुंघराले बालों वाला Басқа бір риwayatта बिन मार Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам हज़रत बिशर बिन बरा ने сендерге көсем болуға ашық реңді әрі бұйра шашты Бишр бин Бара бин Мағрур атты жас жігіт әбден лайық деді. हज़रत कुबैसा ने Хазіреті Бишр Хазіреті Қабиса бин Сайфқа үйленген. Олардың Әлия есімді қыздары болды. बात से मरवी है Хазіреті Қабиса Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалам баят беріп мұсылман болған. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Хазіреті Ибн Аббас радиаллаху анху риwayat етеді. Яһудилер Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам खुदा की दुआ मांग келмей тұрып आपस में लड़ते Аус пен Хазраж करते थे тайпаларына қарсы болатын соғыс үшін дұға жасағанда оның атын қосып жалбарынатын. लेकिन जब Олар бір-бірімен соғысатында пайғамбардың келуі туралы айтылғандықтан соғыс кезінде олардың तो इन्हीं लोगों ने оның атын атап дұғаларына қосатын. उससे Алайда Аллах тағала арабтарға Аллах елшісін саллаллаху алейхи уассалам жіберген кезде яһудилер оны қабылдаудан бас тартты. बिन बरा और दाऊद बिन सलमा ने उनसे कहा Бұл барлық бас тартушылардың өмірдегі әдеті осында екенін көрсетеді. और इस्लाम कबूल कर लो Бірде Хазіреті Муаз бин Джабал, Хазіреті Бишр бин Бара, Хазіреті Дауд бин Сальма яһудилерге бұрылып: जिसका नाम «Я яһудилер, Аллахтан қорқыңдар, әрі исламды қабылдаңдар. Бұрын сендер бізді жеңіп, көп құдайшылдықтан үстем болу үшін дұғаларында Мұхаммед атты пайғамбарды қосып айтатын едіңдер ғой», деді. और तुम हमें बताते थे कि वो नबी Хазіреті Бишр де: «Біз мүшрик болып жүрген кезде сендер бізге келетін пайғамбардың белгілерін айтатын едіңдер. और हमें Әрі сендер оның келетін уақыты болды дейтінсіңдер. Енді дәл сол пайғамбар келген кезде неге оған сенбейсіңдер?» деді. Салам бин Машкам яһуди болатын, कबीला बनू және ол Бану Назир руынан еді. Әрі сол рудың का सरदार қазынасына жауапты болатын. निगरान भी होता था Оның жұбайы Зайнаб бин Тахарис Хайбар соғысы кезінде Аллах елшісін саллаллаху алейхи уассалам у қосылған етпен тамақтандырған еді. Ол Хазіреті Бишрге бұрылды да: «Бұл пайғамбар біз білетін нәрсені әкелген жоқ. जिसे हम Бұл біздің сендерге айтқан пайғамбар емес. नबी हैं Сондай-ақ оның келетін барлық белгілері орындалған жоқ. सारी इलाम Сондықтан біз оны қабылдамаймыз», деді. हम पर वो लेके नहीं आया जो हम पे Бұған байланысты Аллах тағала келесі аяттар түсірді. नहीं मानेंगे तब अल्लाह ताला ने ये Оларға өздерінде болған нәрсені нақтылаушы кітаптың Аллах тарапынан түскеніне дейін олар иман келтірмегендерге қарсы көмек сұрап жалбарынатын. कानून इन कबलो Бірақ оларға өздері білетін ақиқат келген кезде олар ол нәрседен бас тартты. फलम्मा जा Сенбейтіндерге Аллахтың лағнеті болсын. जाहुम मारफू कफर Хазіреті Зубайр ибн Ауам риwayat етеді. Ухуд соғысының жағдайы өзгерген кезде мен Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам жанында едім. Сол уақытта өз-өзімізге келе алмай қорқыныш билеп бізді ұйқы қыса бастаған еді. मारफ Арамызда оның кеудесіне иегі тимеген жан қалмады. यानी Аллахпен ант етейін, мен түсімде Мағти бин Каширдің дауысын естігендей болдым. उस तालीम Ол: जो उनके पास थी «Егер шешім қабылдау біздің қолымызда болғанда, біз қазіргідей қырылып өлмес едік», деді. अल्लाह से मदद मांगा करते थे Хазіреті Мути бин Кашир ансарлардың қатарындағы сахаба еді. उसका इनकार कर Ол Ақабада болған антқа, Бадыр және Ухуд соғыстарына қатысқан. जुबैर बिन अवाम बयान करते Мен түсімде айтылған сөзді есіме сақтап қалдым. Ал осы кезде Аллах тағала: अपने आप को रसूलुल्लाह «Кейін ол сендерге қиындықтан соң тыныштық үшін қалғуды жіберді. Кейбіреуің жан дүниелеріңмен қобалжып, Аллах туралы надандық уақытындағыдай ойладыңдар. Олар: «Біздің өздігімізден шешім шығара алатын құқығымыз бар ма өзі?» деді. Оларға айт: «Расында
толықтай шешім шығару құқығы Аллахқа тән деген аят түсірді. कहते हैं कि अल्लाह की कसम मुझे ऐसा लग रहा है Хазрет Кааб бин Амар Ансари риуаяты. शहर की आवाज Ухуд соғысы болған күні Аллах елшісінің саллаллаху алейхи вассалам жанында болған 14 сахабаны түгелдей тыныштық табу үшін ұйқы басты. बिन कुशैर अंसारी साहब Соғыс кезіндегі бұл қалғып алу бізді тыныштандырды да әркім шегірткенің шырылындай дауысқа салып қорылдап жатты. Кейбір сахабалардың терең ұйқыға кеткені соншалықты, тіпті жау әскері бізге қарсы келе жатса да, мен Хазіреті Бишр бин Бараның қолынан қылыш сусып түссе де, ол оны сезбей қалғанын көрдім дейді. अमानतन नवासन Бәлкім оның қолындағы қылыштың түсіп кеткені көзіне солай көрінгені болу керек. Өйткені олар қалғып отырғаны қалыпта болса да, қолындағы қылыштарын қатты ұстап, қаруға сақ болған. Немесе ол қалғып барып оянып басын көтеруі мүмкін. Бұл жерде Аллах Тағала нағсун деген сөзін қолданған. फिर उसने Уәделенген Масихтың алейхиссалам 4-ші халифы рахимахуллах जो तुम में से қасиетті Құран кәрім іліміне байланысты өзінің бір дәрісінде бұл сөзді түсіндіріп берді. Қалғу сөзі бірнеше мағынаны береді. की जानो Бұл сөздің бір мағынасы Аллах Тағала уайым қайғыдан соң қалғуды жіберді. के बारे में जाहिलियत Бұл нәрсені ұйқы десек болады. Немесе रहे थे Аллах Тағала тыныштығы ішінде болған мүлгуді түсірді. Мүмкін Аллах Тағала оларға ұйқы сияқты тыныштықты жіберген болар. अल्लाह ही को है Бұлардың барлығы हज़रत काब बिन аманаттан нағсун, яғни қалғу, के दिन ол тыныштық табу деген сөздің ішіне кіреді. मैं अपनी कौम के चौदह Қалғу сөзі бұл уақытша ұйқыны білдіреді. Алайда бұл аяттағы қалғу сөзі ол мағынаны бермейді. Керісінше, бұл ұйқы мен сергектіктің арасындағы жай күйі болып табылады. कोई शख्स ऐसा नहीं Ұйқы алдында барлық жүйке жүйесі босаңситын бір күй болады. Егер сол жағдай жалғаса берсе, ол ұйқыға айналады. मैंने देखा Егер адам баласы осы қалыпта жүретін болса, साहबी का जिक्र हो रहा है ол құламайды. Өйткені ол серпілістен оянып кетеді де өз-өзіне қайтып келеді. हालांकि मुशरिकीन हम पर चढ़ Алайда адам баласын ұйқы басатын болса, ол өз жүйкесі мен дене мүшелеріне ие бола алмай қалады. गिर गई क्योंकि Демек, Хазіреті Бишр бин Бара соғыс кезінде терең ұйқыдағы тыныштық күйін кешкен болуы мүмкін. कायम होते थे या Ондай жай күйде адам баласы құлап та қалады. Сондықтан біз бұл риуаятты дұрыс деп санасақ, оның қолы босап, қылыш сусып шығып кетті. अपने दर्स में Бұл егер осы риуаят дұрыс деп санағанда ғана расталады. Яғни бұл адам ұйықтап бара жатқанын сезеді де серпілістен оянып кететін күйде болған болады. हम के बाद तुम्हें ऐसा सुकून नाज़िल फरमाया तुम पर ऐसा Аллах Тағала бұл аятта जिसे नींद біз сендерге ұйқыға ұқсас тыныштық күйін кештірдік. की हालत Бірақ сендердің ұйқыларың өздеріңді игере алмай қалатындай терең болған жоқ. Бұл сендерге тыныштық берді. अमानतन Бірақ немқұрайлықтан аулақ қылды деді. वक्ती तौर पर यूं सर झुकाकर गौता Хазірет Абу Тальха радиаллаху анху риуаят етеді. इस किस्म की ऊँग नहीं है Әрі бұл хадис जो बेदारी Сахих Бухари кітабында тіркелген. सोने से पहले Ухуд соғысы болған күні бізді бір қалғып кету басты да қолымдағы қылыш бірнеше мәрте қолымнан сусып кете жаздады. इसी तरह जारी रहे Алайда оны ұстап үлгердім дейді. ऐसी हालत में Бұл қалғудың қандай түрі екенін жоғарыда айтып өттім. गिरने से पहले उसे झटका Бұл хадис бізге осы қалғудың қолдан заттар түсіп қалатын, немесе адам баласының келе жатып құлайтыны сияқты अपने आज़ाब ұйқыға еш ұқсамайтынын түсіндіріп жатыр. बार हो सकता है Бұл адам баласы өз сөзін игеріп бақылай алатын күй деп айтсақ болады. बावजूद जंग की Қылыштың қолдан бірнеше мәрте сусып шығып кетіп қайталануы осының айғағы. Термизи кітабының Абу-Абул Тафсир атты тақырыбында Хазіреті Абу Тальханың сөзі риуаят етіледі. कि मैं गहरी नींद में जा रहा हूँ Мен Ухуд соғысы болған күні әрбір адамның қалғыған күйде өз сауыттарына бастарын түсіргенін көрдім дейді. जो नींद
Бұл нәрсе олардың шаршап, ұзақ уақыт ұйықтамағанынан болды. अपने अज़ाब पर कोई Сол үшін де Аллах тағала оларға тыныштық түсірді. Бұл жай күй тек шаршағандарға ғана әсер еткен жоқ. Ол Аллах жауынгерлерінің барлығын қамтыды. Хазіреті уәделенген Масихтің алейхиссалам 4-ші халифе рахматуллахи алейх Аллах елшісімен саллаллаху алейхи вассалам бірге жауға қарсы соғыс жүрген Аллах жауынгерлеріне аспаннан түскен тыныштықтың кереметтігі соншалықты олардың барлығына әсер етті дейді. कि हाथों से चीजें Дәл сол кезде олар осы тыныштыққа зәру еді. Өйткені соғысып жүріп демалып, жүйкені тыныштандыратын мұрша болмады. Ондай күй адам қатты қажып шаршаған кезде болады. Яғни олардың барлығының басынан сол қалғып кету жағдайы өтті. Бірақ жау жақтан келетін үлкен қауіп бар еді. कुछ अर्सा चलती रही उन लोगों पर। तिर्मिज़ी Бұл болған күйді кездейсоқтық деп айта алмаймыз. Бұл дәл сол қиын кезде Аллах тағаланың оларға тыныштық қылып түсірген Құдайдың құдіреті. ढाल के नीचे झुक रहा था। Хазірет Бишірде Аллах елшісімен саллаллаху алейхи вассалам бірге Хайбар жорығында Яхуди әйелдің сыйлық ретінде берген у қосылған ешкі етінен жеп еді. ऐसा ही नज़ारा हुआ कि जो Хазіреті Бишір бір кесек етті жеп көріп еді, оның жүзі өзгеріп, қара мата сияқты болып қарайып кетті. Кейін ол соның кесірінен бір жыл бойы қиналды. Оның қатты ауырып қалғаны соншалықты өздігінен бір жақтан екінші жаққа қарай бұрыла алмайтын. बेकार थे, Осы қалыпта ол дүние салды. उन सब पर अचानक गोया आसमान Тағы бір риуаятта удың күшті болғаны соншалықты ол отырған жерінде бірден көз жұмды дейді. Оның өлімінен кейін анасы अपने असाब को аса қайғылы жағдайға түсті. रिफाम करने की और सोने का वक्त कोई नहीं, Ол Аллах елшісіне саллаллаху алейхи вассалам келіп, जो ऐसी थकावट की हालत हो «Иә Аллах елшісі, इंसानों पर तारी हो जाती। Бишірдің өлімі Бану Сальма руын бүлдірді. बैक वक्त एक Өлгендер бір-бірін тани ала ма? जब भी लड़ाई हो रही Бишірдің әлеміне сәлем жолдай аламын ба?» деді. एजाज है, मोइज़ा है। Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалам болса, «Иә Бишірдің анасы, жаным қолында тұрған Аллахпен ант етейін. Иә, әрине жолдауға болады. कैफियत उनको Жәннаттық болғандар бір-бірін ағашта отырып таныған құстар сияқты таниды» деді. खैबर के दिन Яғни бұл дегеніміз қайтыс болған адамдар бір-бірін дүние салғаннан кейін таниды. Сондықтан ол адам сәлем жолдай алады деген сөз. किया था। Бану Сальма руынан бір адам қайтыс болар кезде оған Бишірдің анасы келіп амандасты да, кейін сәлемімді Бишірға жеткіз деп айтқан риуаят бар. रंग ज्यादा गालिब होता है, उसकी तरफ Ол адамның Бишірдің өлімі Бану Сальма руын бүлдірді деген сөзі олар үшін өте қатты қайғы болғанын білдіреді. और ये भी कहा जाता है कि वो Бұл арабтарға деген өз қайғыңды білдіру еді. Кейін Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалам оған сәлем жолдауға рұқсат берген кезде ол әрбір жан тапсырар адамға келіп өзінің жәннаттық болған ұлы Бишірға сәлемімді жеткіз деп өтінетін. पास आकर कि या रसूलल्लाह, Бір риуаятта Хазіреті Бишірдің әпкесі Аллах елшісінің саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болар алдындағы ауырып жатқаны кезінде келіп халын сұрады. इन्होंने जो किया है हरकत ये तो हलाक होंगे। Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалам оған қарап, क्या बिशर की तरफ Хайбар соғысы кезінде сенің ініңмен бірге бір кесек уланған етті жеп едік. Сол еттің кесірінен менің қолқам жыртылып бара жатқандай сезіліп тұр деген. पहचान लेते हैं, वैसे Хазіреті уәделенген реформатор радиаллаху анху бұл оқиғаны еске алып былай деп жазды. पहचान लेंगे तो जो Бір яхуди әйел пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассалам улап өлтірмекші болды. मुसलमान का कोई भी Ол әйел сахабалардан Аллах елшісінің саллаллаху алейхи вассалам қойдың қай мүшесін жақсы көретінін сұрады. Оған ол кісі қойдың немесе ешкінің жауырынын жақсы көреді деп жауап берілді. तुझ पर भी Әлгі әйел ешкіні сойып ыстық тасқа етті пісіре бастады.
Кейін ол барлық жеріне, әсіресе жауырынына Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам жейді деген үмітпен сеспей қатыратын күшті уды қосты. Мүминдермен бірге кешкі намаздан соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз шатырына кетті. Ол шатырының жанында күтіп тұрған әйелді көрді де, менен қандай көмек қажет деп сұрады. Әйел болса, я Абул Қасым, менің сыйлығымды қабылдай аласың ба деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз сахабасына әлгі әйелдің әкелген сыйлығын алуды өтінді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кешкі асқа отырған кезде оның алдында әлгі әйел сыйлығын қуырылған етті қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам еттің кішкентай кесегін алды. Сахаба Башир ибн Аль-Бара ибн Аль-Маурур да еттің кішірек кесегін алды. Тарихи кітаптарда оның есімі Бишр бин Бара немесе Башир бин Бара деп келеді. Хазіреті уәделенген реформатор радиаллаху анху оның есімін Башир бин Бара деп көрсеткен. Ары қарай Хазіреті уәделенген реформатор радиаллаху анху былай деп жалғастырады. Басқа отырған сахабаларда етке қол созған еді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларды тоқтатып, менің қолым еттің уланғаны жайлы хабар беріп тұр деді. Бұл оның уахи алды дегені емес, керісінше бұл арабтарда қолданылатын астарлы мағынадағы сөз еді. Яғни ол кісі алдымен еттің дәмін көрді де, кейін барып уланғанын түсінді. Ол кісінің саллаллаху алейхи уассалам қолым хабар беріп тұр дегені сол болатын. Ол бір кесек етті алып барып оның уланғанын түсінді. Бұл қасиетті Құран кәрімдегі пайғамбар Мұса мен алейхиссалам байланысты бір ескертпеге ұқсас еді. Ол жерде қабырға құлауға дайын еді деп жазылған. Бұл оның құлауына себеп болатын белгілердің шығуы дегенді білдіреді. Бұл жерде де Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам метафораны, яғни астарлы мағынаны қолданып отыр. Ары қарай Хазіреті уәделенген реформатор радиаллаху анху жазады. Осы сөзден кейін Бишр де сондай пікірдегі екенін айтты. Ол бұл етті лақтырып жібергісі келді. Бірақ ол ісі пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам ыңғайсыз жағдайда қалдырама деп қорықты. Сіздің бір кесек етті алғаныңызды көріп мен де алдым, бірақ артынан сіз осы етке жоламасыншы деп тіледім дейді. Кейін Хазіреті Бишр қатты ауырды да, кейбір хабарларда ол көп ұзамай көз жұмды делінеді. Басқа бір риуаяттарға сәйкес ол ұзақ ауырғаннан кейін қайтыс болған делінеді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұл етті итке беріп еді, ол өліп қалды. Кейін Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам әлгі әйелге кісі жібертіп, етті сен уладың ба деді. Әйел оны қайдан біліп қойдыңыз деп сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қолына кесек етті ұстап тұрып, бұл туралы менің қолым хабар берді деді. Ал бұл әйел істеген ісін мойындады. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұны жасауға саған не түрткі болды деп сұрады. Ал әйел болса, менің халқым сенімен соғысты, туыстарым шайқастарда қаза болды. Мен сені улаған кезде егер жалған пайғамбар болсаң өлесің, ал шын пайғамбар болсаң Құдай сені құтқарады деп шештім деді. Осы түсіндірмеден кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі әйелді кешірді, бірақ ол өлімге жазасына лайық еді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам әрқашан кешіруге дайын болатын еді. Кінәлі адам
сол қылмыс жолымен кетіп қала ма деп сақтанып қажет болған жағдайда ғана жазалайтын. कुछ गोश्त उसका एक कुत्ते के आगे Кейбір қарсыластар Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам तब रसूलुल्लाह өліміне осы удың себебі болды деп жазады. उस बकरी में जहर मिलाया है, Бұл жалпы кең таралған пікір. आपके हाथ में सूद Бұл сұрақ тарихи және Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам өмірі туралы кітаптарда да көтерілген. कि आप पर ये राज Кейбір кітап авторлары осы пікірді ұстанады. Өйткені олардың мақсаты осы пікір арқылы Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалам шахидтік дәрежені беру. जवाब दिया Бұл деректерде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам осы удың кесірінен өлді деп көрсетіледі. Алайда бұл қате пікір. कि मैं इनको जहर दे दूं, Біздің зерттеушілер осыған байланысты маған мақала жіберген еді. Және мен сіздердің назарларыңызға осыны ұсынбақпын. अल्लाह उनको खुद बचा लेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये बात Бір нәрсені нақты деп айтуға болады. Ол Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам уланып өлген жоқ. Бұған тарихи кітаптар, өмір баяны және хадистер дәлел бола алады. करने वालों को बख्श दिया करते थे। Ол кісіні уланып өлді дейтіндер не барлық деректерден хабардар емес, немесе қателесіп тұр. आइंदा बहुत से फितनों का Хайбарда болған оқиғаның хижраның 6 жылының аяғы немесе 7 жылының басында болғаны анық. बहरहाल Бұдан кейін Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам тағы да 4 жыл өмір сүрген. कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि Ол белсенді өмір сүріп, тіпті бұрынғыдай соғысқа да қатысқан. बाज कुतुब ने भी ये बहस उठाई है और बाज सीरत नगार Оның құлшылық ғибадаттары мен इस वजह से бүкіл өмірі титтей де өзгерген жоқ. इन रवायात को कबूल करने Осы оқиғадан 4 жыл өткен соң оның ыстығы көтеріліп, басы ауыра бастады. Ол осы жағдайдан кейін ғана көз жұмды. दुरुस्त नहीं है। इस पर हमारे रिसर्च Ешбір саналы адам वो भी у 4 жылдан кейін барып әсер етті деп айтпайды. उसके मुताबिक Имам Бухаридің кітабы мен басқа да кітаптарда аудармасы дұрыс болмаған бір хадис бар. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात Сол аударма үшін олар Аллах елшісін саллаллаху алейхи уассалам сол удың әсерінен көз жұмды деп санайды. या वो गलती खुद है। वाज़ेह रहे कि Хазіреті Айша анамыз радиаллаху анха жеткізген бір хадисте हिजरी के आखिरी या 7 हिजरी के अवाइल Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам तकरीबन 4 көз жұмар алдында आप Хазіреті Айшаға भरपूर जिंदगी мен үнемі Хайбар жорығында жеген тамақтан ауырлық сезінемін. जाते रहे। Ал қазір мен сол удың қолқамды жыртып жатқандай күй кешудемін деп айтты. तकरीबन 4 साल बाद Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам удың әсерінен қайтыс болды деп тәпсіршілер мен хадис ғалымдарының сүйеніп үкім шығарған хадисі осы. असल में Осы хадисті тәпсірлей отырып олар оны шахид болды деп санайды. Алайда бұл хадис олардың тәпсірлерін құптамайды. गोया इसी जहर की वजह से Бұл хадисте Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам өзінің ауырып тұрғанын жеткізді. इसका तर्जुमा बयान Кей кездері ауру, жарақаттану, сырқаттану адам баласына ауыртпалық әкелетінін әрбір адам біледі. उस खाने की तकलीफ जो मैंने Бірақ біз Хайбарда болған оқиғаны тереңінен қарайтын болсақ, अब भी इस जहर से бізге Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам кесек етті тек аузына салғаны, бірақ жұтпағаны белгілі болады. मुसलमान और Егер біз сол кесек етті жұтты деп санасақ, оның кейінгі өмірі оның өлмегеніне дәлел бола алады. वफात हुई थी। Егер бұл у ішекте не асқазанда болғанда, ол міндетті түрде тамақ ішкенде ауру сезілетін еді. कि आप Хадисте Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам शहीद भी करार еттің уланғанын біліп, сахабалардың етті жеуіне тыйым салғанын тереңірек айтылады. बात की तायद नहीं करती। Кейін ол әлгі әйелдің өзіне шақыртып, जो आंसर उन्होंने उसको फरमाया етті улаған сен бе деп сұрады. Ол иә деп жауап берді. या जख्म Әлгі әйел, या बीमारी менің бұлай жасау себебім, मौकों पर егер сен шынайы пайғамбар болсаң, онда сен өлімнен құтыласың. Ал егер олай болмаса, біз сенен құтыламыз деп есептедім деді. उसके मुतालिक
तफसील में Тіпті яһудилердің өздері оның бұл бөгеттен құтылғаны туралы айтады. वो ये गोश्त आपने मुंह में Ал әлгі әйел болса, қалай болғанда да сен бұл қауіпті удан құтылып кеттің деді. भरपूर जिंदगी इस बात की Тіпті бұл әйелдің ислам қабылдағаны туралы да деректер бар. हाँ बीमारी में जो नुकसान Сондықтан да яһудилердің өздері мойындап, ол удан жапа шеккен жоқ, әрі бұл бір ғажайып деп жүрді. नुकसान पहुंचा था Сол үшін де Аллах елшісін саллаллаху алейхи уассалам удың әсерінен көз жұмды деп айту қате болып табылады. या कब Иншаллах, қалған риуаяттарды кейін жалғастырармын. तकलीफ महसूस फरमाते थे Ал қазір ये वाकया पूरी तफसील мен қайтыс болған екі марқұм туралы айтып, жұма намазынан кейін жаназа ғайып намазын оқимын. कि इसमें जहर है और आप सब Алғашқы жаназа намазы रोक दिया था Радженпур қаласындағы Али Мухаммад сахибтің ұлы марқұм Насир Ахмад сахибқа оқылады. खुदा की तरफ से सच्चे रसूल Ол 21 қарашада 2019 жылы 63 жасында дүниеден өтті. कर रहे हैं Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. इतना खतरनाक जहर था फिर भी अब बच गए Олардың отбасына Ахмадиет арғы атасы Мухаммаддин арқылы келген. कर लेने का भी जिक्र मिलता है Ол Ферезпур Такстиль Зера аймағының Мелсия ауылынан болатын. कर रहे हैं और इसको Ол бауыры Иляхи Бахш сахибпен бірге 1907 жылы Хазіреті уәделенген Масихқа алейхиссалам хат арқылы баят берген. जिक्र इंशाल्लाह आइंदा होंगे 1908 жылы ол Кадиянда өткен жалса саланада уәделенген Масихтың алейхиссалам бірінші халифына радиаллаху анху қолына баят берді. ज़्यादा गायब पहला है Марқұм Ренджеппур аймағының әмірі орынбасары қызметіне лайық болып बेटे थे жұмыс істеуге мүмкіндік алды. 2019 को Ол Мәжіліс Ансаруллахтың орынбасарлық қызметінде атқарды. मरहूम के खानदान Сондай-ақ ол жергілікті жамағаттың президенттік қызметінде атқарды. मोहम्मदीन साहब के जरिए से हुआ था Ол 5 уақыт намазын үзбейтін. हीरा जिला फिरोजपुर के एक गांव Әрі барлық бауырымен үлкен бір үйде тұзды. उन्होंने अपने भाई मुकरम इलाही बख्श साहब के साथ Ол ешқашан बजरिया Ол әрқашан бауырлары мен балаларды жамағатпен намаз оқуға шақыратын. बयान पर उस खलीफतुल मसीह अव्वल Ол барлығын таң намазына оятатын. Үнемі қасиетті Құран кәрімді оқитын. Және оны оқуға жалқаулық танытатындарға насихат айтатын. नायब ज़ईम अंसारुल्लाह और सदर जमात के तौर पर Әрі ол Хазіреті уәделенген Масихтың алейхиссалам кітаптарын да оқитын. Әрі басқаларды да соған үгіттеп шақыратын. सिस्टम था इनका और घर में मौजूद Ол үнемі MTA арнасынан заман халифының жұма хутбаларын тыңдайтын. Ол әрқашан басқалардан да хутбаны тыңдауға туралы сұрайтын. घर थे सबको नमाज फजर Көрсетілген қарсылықтарға қарамастан ол әрқашан уағыз насихатқа мүмкіндік іздеп жүретін. रिश्तेदारों से भी पूछते Оның үйіндегілер оған абайлап жүр деген кезде ол, सुस्ती और егер оның жолдауын жеткізе алмасам, मसीह अलैहिस्सलाम Құдайдың алдында қай бетіммен тұрамын деп жауап беретін. अपने बच्चों को और Ол муси болды. भाई भतीजे थे Оның артында жұбайы, қызы және 3 ұлы қалды. और इसी तरह खुतबा बाकायदा Оның бір ұлы Халид Ахмад сахиб жамағатта миссионер ретінде बात की Малиде, яғни बात को यकीनी बनाते Африка жерінде қызмет етеді. जिन्होंने जो एक ही हवेली में रहते हैं खुतबा सुन भी Ол әкесінің жерлеуіне келе алмай қалды. Аллах тағала оны кешіріп, оның жәннаттағы дәрежесін көтерсін. Әрі ұрпақтары оның сауапты істерін жалғастырсын. एहतियात कर कहते हैं कि हालात ऐसे हैं कि एहतियात Екінші жаназа намазы होता था Мия Алла Деттің ұлы Атаул Карим Мубашшир сахибқа оқылады. मरहूम मूसी थे उस्मान गान Ол Шейхупур аймағының Кирто ауылынан еді. 3 बेटे शामिल Қазіргі таңда ол Канадада тұрды. बेटे खालिद अहमद साहब मुरब्बी Ол 2019 жылы 13 қарашада 75 жасында дүниеден өтті. वहाँ मैदान Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Олардың отбасында Ахмадият әкесі Мият Алла Дет сахиб арқылы келді. औलाद को भी इनकी नेकियों को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए
Ол 1934 жылы Hazreti уәделенген реформатордың қолына баят берген еді. अताउल करीम Ахмадиятты қабылдағаннан кейін ол қалған өмірін уақфи कनाडा зиндаги сияқты өткізіп, әрқашан дағуат жасап жүретін. वफात हुई इन्ना लिल्लाहि Оның себебінен көптеген отбасылар Ахмадиятты қабылдады. अहमदियत आपके Ол жамағатқа арналып туған жандай қызмет етті. जिन्होंने Марқұм Канадаға 2007 жылы көшіп барды. Оған дейін ол өзінің ауылы мен Лахорда, Пакистанда қызмет еткен. हमेशा तबलीग करते रहे Ол кісі Канадада жариялау бөлімінің хатшысы қызметін атқарды. वक्फ की रूह के साथ Өкпесінің ауруымен ол үнемі оттекпен демалатын және денсаулығы мүмкіндік бергенше өзінің мүгедектер арбасымен намазға келіп қатысатын. दूसरी जमाती खिदमत करते रहे जब तक पाकिस्तान Ол өз ауруына шағымдамай, сабырлық танытып, төзімділік көрсететін. में सेक्रेटरी इशात के तौर पर खिदमत Ол адамда халифат институтына деген шынайы байланысы болды және жамағат жүйесіне бағынып, оны қатты жақсы көрді. नमाज अदा करने के लिए Ол саналы, шын жүректі және ақыл кеңесшісі болатын. Ол әр адамға шынайы берілген әрі пайдалы бола білетін. Ол барлығымен дос болатын, әрі барлығына махаббатпен қарайтын. दिल और खरे इंसान थे Марқұм Муси болды. खानदान का हर फर्द Оның артында жұбайы, 2 қызы мен 2 ұлы қалды. और नफा रसां वजूद Оның бір ұлы Атаул Манан Тахир Сахиб के साथ मोहब्बत миссионер қызметін атқарады. मूसी थे Қазіргі таңда ол Садр Анжуман Ахмадияның орынбасарлық қызметінде. तालमुनान ताहिर साहब मुरब्बी सिलसिला Оның немерелерінің бірі नजर Жазип Ахмад Сахиб Канададағы Джами Ахмадияда оқиды. Марқұм жамағаттың ақыны Абдул Карим Қудси Сахибтің ағасы болатын. Аллах тағала оны кешіріп, мейіріміне бөлесін. Аллах тағала оның жәннаттағы дәрежесін көтерсін. Әрі ұрпақтары оның сауапты істерін жалғастырсын. Әмин. नेकियां जारी रखने की तौफीक अता फरमाए الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر